айдан бері қобалжы қатты уайымдадық. Биыл үйде атамыздың 100-ге жыл толып отыр. Өздеріңіз бағындарды тыңдап отырсыздар. Осылай бүгінгі күннің жамандығына, қиыншылығына қарамай, жаңбырға қарамай бәріңіз келіп жатырсыздар. Сіздерге алғысым шексіз. Енді айтайын дегенім, осы Амангелді атамыз өздеріңіз білесіздер, 16 жылы халық үшін, халықтың азаттығы үшін, халықтың болашағын ойлаған, жастардың болашағын ойлаған. Неге біз өз жерімізде қысылып өмір сүруіміз керек? Неге біз өз жерімізде өзге адамдарға біз салық төлеп солай азапты өмір сүруіміз керек деген осындай мәселелерді көтерген бірден бір кісілердің біреуі. Ол кісі жалғыз болған жоқ, қасында көптеген достары болды, үлкен ақсақалдар болды Торғай өңіріндегі. Бұндай көтерілістер тек қана Торғай жерінде емес, осы Жетісу өңірінде де болған. Жаңада айтып жатырмын телевидениеден келген кісілерге, осындай батырларымызды жиі еске алуымыз керек, осындай батырларымызды ұлықтауымыз керек. Не үшін? Өйткені қазіргі мынадай интернет дамыған заманда жастарымыз жеңіл ойлы нәрселерге, жеңіл әзілдерге, жеңіл күлкіге жақын болып бара жатыр. Ой, ештеңе ойламай, сондықтан да Мекеме әдейі осыны өзім ұсыныс жасап, осы мұражайға ұсынысымды білдірдім қыстығына. Одан кейін осы мынау өзімнің Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінде бір қызмет жасағанмын. Яғни балалар музыкант болса да, мен тек қана музыкантпын деп домбырасын құшақтап жүре бермей, білсін Амангелді деген кім? Ол Амангелді жай ғана кісі емес қой. Егер ол жай ғана жаңағы сен тимесең мен тиме дейтін кісі болатын болса, қарапайым бір, онда ол кісінің атағы осы күнге жетпес еді. Яғни ол елім деген, жерім деген, халқының болашағы үшін қатты қобалжыған, қатты ойланған кісі болғаннан кейін осы кісінің артында осылай оның атағы қалып отыр. Ол кісі жас кезінде мен батыр болайын деген кісі емес. Ол кісінің батырлығы өзінің 20 жасында соғысқа дейін-ақ, 16 жылғы соғысқа дейін-ақ ол батыр деген атақты алып кеткен кісі. Неге? Өйткені ол жастайынан жетімдікті көрді. Әкеден, анадан жетіп қалған, ерте қалған кісі 6 жасында. Одан кейін елдің жаңағы қасындағы достарының, құрбыларының қиын өмірі оны жастайынан оның жүрегін ауыртты. Неге біз сондай елімізде теңсіздік? Неге ана кісілер андай, мына кісілер мынадай деген секілді көптеген сұрақтар оның көкейінде жүрді. Сондықтан да ол кісі айтып отыр ғой, неге ол батыр атақ көбісі қазіргі кезеңде, қазіргі заманның тарихшылары ол кісіні енді кішкене кемсітті. Сол кісі өзінің батырлығы, өзінің өжеттігі, өзінің өткірлігі, мінезінің қайсарлығы менен өзінің мергендігі бар. Мінезі деген өте қатты айтқаннан қайтпайтын сондай бір жақсы бір мінездері менен елім деп, шерім деп жаңа айтады ғой, ол кісінің жаңа сөзінде Амангелді дейді. Амангелді өте ұйымдастырушы қабілет жоғары кісі болған ғой. Жүрген жерде анау алда қыс келе жатыр, кезектеріңді жинаңдар, кептіріңдер, шөптеріңді жинаңдар деп бәрін ұйымдастырып жүретін кісі екен ол жан жағында. Сондықтан да өзінің жаңағы жеңгелері бар, басқа бір туысқандары бар. Сонда оны кішкентай жас кезінен 15-20 жасынан бастап батыр қайным, батыр деп кеткен екен. Ол 16 жылға шейін де өзі батыр деген атақты сол кезде де берген екен. Енді сондықтан да неке бірді айтып екіншісіне кетіп жатырмын. Осы әдейі осы музыкалық колледждің балаларын ұйымдастырдым. Себебі осы кісінің батырлығын, ерлігін біздің Қазақстанның емес, өзге шетелдің, Украинаның жазушылары да өздерінің шығармашылығына арқау еткен. Сонымен қатар Сисихай деген композитор болған, Қытай композиторы. Соның да үлкен 4 сағаттық симфониялық поэмасы бар. Енді оның барлығы кезінде сол 40-шы жылдары, 46-шы жылдары Алматыда, Қостанай жерінде орындалған екен. Одан кейін оның барлығы өзіміздің осы Алматының Қазақ радиосының алтын қорында сақталып жатыр. Сосын соның ішінде ең оңай деген балалар ойнай алады деген күйлерін, сүгірдің күйі, Айтбай Мұсахановтың күйлерін, ноталарын тауып, оны жаңа аудиоларын нотаға қайтадан түсіріп балаларға үйрендік. Неге өздеріңіз бүгін көріп отырсыздар, балалар өздерінің әлдері келгенше жаңа шеберліктері
келгенше орындап шықты. Сондықтан да осы балаларға да өзімнің үлкен алғысымды айтқым келеді. Осы менің бір ауыз сөзімді жерге қалдырмай, іліп әкеткен жаңағы Ескендірұлы бар, осы Чайковский атындағы колледждің барлық ұжымына, осы студенттерге бәріне алғысымды білдіргім келеді. Өздеріңізге де алғысымды білдіремін. Осындай жалынға қарамастан келіп, осы қуанышқа ортақтасып келіп отырғандарыңызға. Сондықтан да осындай батырларымыз ел есінде мәңгі қалады деп ойлаймын. Осындай мерекелік іс-шараларды жиі ұйымдастырып отырайық. Өйткені ол кісілердің ерлігін балалар жиі есіне алып осылай күнделікті көріп отыратын болса, яғни ол кісілердің жастардың да сол кісілерге қарап рухтары көтеріледі деген өзім сенімдемін. Сол назарларыңызға рахмет.